Сондай ақ сендерге күндізді жаратып қойдық. Литабтагу фадлан мин роббикум. Раббыларыңнан жер бетінде оның сендер үшін жаратқан кеңшілігінен, мол ризығынан іздеулерің үшін. Күндізді Алла Тағала бізге еңбек қылатын майдан қылды, уақыт қылды. Алла Тағаланың кеңшілігін іздеулерің үшін дейді. Не үшін нәрді іздеулерің үшін деген сөз тұр. Мысалы, біздің ішімізде жұмыс жоқ деп жүрген адамдар болуы мүмкін. 6 ай болды жұмыс жоқ. Өйткені ол біреуге звондап қойған, біреуге звондап қойған. Ол іздеп жүрген жоқ негізі. Ол жаңағы өзінің бір бітірген диплом болуы мүмкін. Ол сол нәрсені күтіп жүрген болуы да мүмкін да. Алла Тағала оны басқа салаға шығарғысы келіп тұр. Ол көнбей тұр. Сондықтан іздеу деген нәрсе ер адам деген. Ол жүздің адамы. Мына жер сіз үшін бағындырылған жер. Бұл жердің қай жеріне барып Алланың ризығын іздеймін десең де, бұл сенің жерің. Сөйтіп сіз шығып іздейтін болсаңыз, сіз көресіз Алланың сізге қандай кеңшіліктер дайындағанын. Тек сіз өзіңізді махрұм қылып отқан адамсыз. Адамның бойында махрұм қылатын негізгі екі қасиет ол әлсіздік пен жалқаулық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күнде таңертең және күнде кешке сыйынған дұғаларының бірінде айтады: Аллахумма инни ағузу бика минал ғажзи уәл касал. Я Аллам, мен саған сыйынамын бойымдағы әлсіздік пен жалқаулықтан. Әлсіздік пен жалқаулық мынау аяттың керісіншесі. Іздеңдер, іздеңдер, тараңдар, іздеңдер деген нәрсе. Алла Тағала күндіз көру керек сізді жердің бетінде ризық іздеп жүргеніңізді.